Домбыра қазақтың ұлттық саз аспабы ғана емес, халқымыздың асыл мұрасы. Қазақ халқы қай заманда болмасын, қара домбырасын қадір тұтып, төріне ілген. Киелі аспаптың құрметіне шілденің алғашқы жексенбісі елбасының жарлығымен ұлттық домбыра күні болып бекітілді. Бізде домбыраның көптеген түрлері бар. Солардың бірі ұлы ақын Абай Құнанбаевтың үш ішекті домбырасы. Семей қаласындағы Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық музейінде Абайдың үш ішекті домбырасы сақтаулы. Бұл аспаппен қазақтың ғұламасы күй тартып, бүгінде ұлы далаға кең тараған әндерінің әуенін салған. Ғасырдан астам тарихы бар құнды жәдігер қазірде Семейдегі ақын музейінің төрінде тұр. Абай өзі Нифонт Долгополов арқылы қазіргі Семей қаласындағы өлкетану музейіне 60-тан астам этнографиялық заттарды өткізеді. Сол заттардың ішінде осы Абайдың қолының табы тиген тұмар домбыра болады. Тұмар домбыра тұтас ағаштан ойылып жасалған, ұстауға өте ыңғайлы деп айтамыз. Сол замандағы естеліктерді оқып отыратын болсақ, көптеген өнерпаздардың, ақындардың деп айтамыз, арасында осы үш ішекті домбыра үлкен сұранысқа ие болған. Осыдан 135 жыл бұрын Абайдың өзі Нифонт Долгополов арқылы музейге табыс еткен домбыра көрмеге келушілердің қызығушылығын тудырады. Ақын ұстаған музыкалық аспаптың бет қақпағында үш шағын ойық бар. Кәдімгі домбыраларда кездесетін жоғарғы тиек бұл аспапта болмайды. Домбыра шағын ғана, ұзындығы 80 см, ені 12,5 см болады. Тұмар домбырада ақынның шәкірттері де ойнаған деген дерек бар. Ұлы ақын жүрек сырын тербеткен үш ішекті тұмар домбыра қазақтың дәстүрлі музыкалық мәдениетінде өзіндік орны бар құнды аспап. Нұргүл Садықова, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.